Ассаламағалейкум, арна көрермендері, армысыздар. Кісі болар баланың кісесінен белгілі дейді қазақ. Бала бидің айтқан билігі. Ертеде бір адамның кигіз үйдің белдеуіне байлаулы тұрған аты түскен үйінің ойнап жүрген баласын теуіп өлтіріпті. Баланың әкесі билерге жүгініп құн даулайды. Билер аттың иесіне көп мал төлеуге үкім шығарады. Билердің үкіміне риза болмаған аттың иесі ұлы жүздегі Төле бидің әкесі Әлібек бидің ауылына сапар шегеді. Ауылдың шетінде, жол жиегінде асық ойнап жүрген бір топ баланы көрген жолаушы ат басын солай бұрады да, бидің ауылда бар жоғын балалардан сұрайды. Сонда қолындағы асығын дамбалының ышқырын орап жіберіп, жасы 9-10-дардағы бала: "Әкем үйде жоқ, біраз күнсіз келмейді, жолаушылап кетті" дейді, жолаушының алдын кес-кестеп. "Аға, биге келген шаруаңызды маған айтыңыз, шаруаңызды мен ақ бітіріп берейін." Балан адам сынбаған жолаушы: "Ой, осы боқмыр не білет дейсің" деп ат басын бұра беріп, қайтадан ойланады да, даушының мәселесін балаға баяндайды. Сонда бала біраз ойланып тұрып: "Егер атыңызды үйдің артына байласаңыз, ештеңе төлемейсіз. Үйдің бүйіріне байласаңыз, жарты құнын төлейсіз. Босағаға байласаңыз, бүтін құнын толық төлейсіз" деп балаларға қосылып, асығын ойнап кете барыпты. Жолаушы баланың кесігіне тоқтарында, тоқтамасында білмей, әңкі-тәңкі болып біраз тұрады да, атының басын бидің ауылына бұрады. Не де болса, кесікті бидің өз аузынан естиін деген қорытындыға келеді. Сөйтіп ауылда 5-6 күн еру болып биді күтеді. Сапардан оралған би өзін күтіп жатқан даугерден әңгіменің анық-қанығын тыңдап алады да: "Жігітім, мені бекер-ақ күткенсің ғой. Сол баланың айтқан кесігі кесік. Атың үйдің қай тұсына байласаң, құнды да соған байланысты төлейсің" деген екен. Сонда билік айтқан бала би кейіннен қазақтың 300-іне аты мәшһүр болған Төле би екен деседі жұрт.